Қайырлы күн, мен Ақнұр Бейсенбайқызы. Жалпы бүгін сіздермен Назарбаев зияткерлік мектепте 7-ші сыныптар емтиханның барысында тапсырманың жауаптарын қалай жауап барығына белгілеу керек, сол туралы видео болмақ. Қарап байқап тұрсаңыздар, бұл жерде 8 сектор бар. Ең алдымен мына жерге аты жөндеріңізді толтырасыздар. Толық туу туралы куәлікпен бірдей толтыруларыңыз керексіздер. Екінші, ЖСН, яғни туу туралы куәлік өзіңізбен бірге алып кіресіз. Туу туралы куәлік және де қасында баклажка су және де қара түсті қаламсап болу керек. Сол жерде куәлікте жазылған ЖСН-ді толық дұрыс анық етіп жазу керек. Екінші, кітапта сізде қандай нұсқа, бірінші нұсқа ма, екінші нұсқа ма, оны міндетті түрде көрсетесіз. Назар аударыңыз дегенді бір оқып жіберейін. Жауап барағы қара сиялы қаламсаппен толтырылады. Гелді немесе басқа да сиялы қаламсап қолдануға рұқсат етілмейді. Жауап барағы қара сиялы қаламсап өздеріңізбен бірге келу керек. Желательно 2 немесе 3 қаламсаппен барыңыз. Жауаптың тек бір нұсқасы ғана дұрыс болып табылады. Бір тапсырманың 2 және одан да көп жауабын бояған жағдайда, жауапты толығымен боямаған жағдайда жауап есептелінбейді. Яғни ол дегеніміз бір ғана дұрыс жауап белгілеу керек. Жауаптарды түзетуге болмайды. Карандашпен түзететін сұйықтықтар пайдалануға қатаң тыйым салынады. Жауап барағын былғауға, бүктеуге, жыртуға, шимай дәптер ретінде қолдануға, жазуға тиісті секторлардан басқа бос орындарды қолдануға болмайды. Жалпы сіздерге қосымша парақ беріледі, сол жерде есеп шығаруларыңызға болады. Ал кеттік онда. Сектор 1. Яғни білесіздер, Назарбаев зияткерлік мектебі 2 бағытта мектеп бар, 7-ші сыныптарына арналған. Химия, биология бағытындағы және де физика, математика бағытындағы, соны толтырасыздар. Сектор 2. Қазақ тілі мен орыс тілі язык тестирование белгілейсіздер. Жынысы әйел, ер, екеуін біреуін белгілейсіздер. Әйел немесе жаңағыдай ер азамат, еркек деп жазу керек. 4. Тест тапсырған күнді жазу керек. 1 күн, ай, сосын барып жыл. Мына жерге толтыру керек. Күн, мысалы 2/02/03/23. Мен қазір қаламен әреңдегенде жазып жатырмын. Сіздер қолмен жазасыздар. Оқушының қолы, мына жерге қолы қоясыздар, немесе аттарыңызды жазуға болады. Өте қатты назар аударыңыздар мұнда. Дұрыс толтыру белгісі. Сіздер енді осы үлгіні шығарып алып, қалай бояу керек екенін үйреніп алыңыздар. Қате толтыру үлгісі. Мүмкін мынау шығар, мүмкін мынау шығар деп былай белгілемейміз. Немесе ортасына нүкте қойып кетпейміз, міндетті түрде толық етіп бояймыз. Ал енді қарасаңыздар, бұл жерде математика, міне номер 1-ден бастаған, екінші сандық сипаттамалар, сосын жаратылыстану. Ал жалғастырамыз, тура енді бұл 1-ші күндік тест болатын, ал қазір сіздерге 2-ші күндік тестті көрсетемін. Бұл жерде тілдік тест. Тура жаңағы айтып өткендей, бұл жерде сол секторларды толтырып шығасыздар. Бұл жерде бір ерекшелігі, тілдер: 1-ші қазақ тілі, 2-ші орыс тілі, 3-ші ағылшын тілі. Шатастырып алмаңыздар, 1-ші міндетті түрде қазақ тілінен бастайсыздар. Және 2-ші ерекшелік нумерация, яғни нөмір. Бұл же 1-ден бастап әрі жалғасып кеткен. Міне 20-мен аяқталып, әрі қарай 21, 22, 23 деп 41 деп кеткен. Яғни білесіздер, әр тілге 20 сұрақтан беріледі. Сіздермен бірге болған Ақнұр Бейсенбайқызы. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, подписаться кнопкасын басыңыздар.